Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсақ, халықтың көптеп наразылығын байқаймыз. Елдегі болып жатқан сұмдық заңсыздықтар. Бұл заңсыздықтардан көзімізді ашу мүмкін емес. Күнделікті. Адамның құқығы тапталған Қазақстанда әділдік орнамайды, құрметті қазақстандықтар. Ал осы әділетсіздікке қарсы күрескен, шындықты орнатқысы келіп, оппозициялық Ала Қазақстан партиясын құрған азаматымызды, лидерімізді, ультрамарафоншы Марат Жыланбайұлымызды қазір түрме қабырғасында 2,5 жылдан асты ұстап отыр. Опасыздық жағдайында, ол жерде де, түрме ішінде де ол кісінің құқығын таптап жатыр. Қаншама шындық айтқан адамдар осы 30 жылдан астам жүйенің қолынан қаза тапты. Ендігі кезекте қазір азаматтық қоғамның ояу екендігін біз желі арқылы көріп отырмыз. Әр адамның басында қазір бір қиын жағдай болуда. Адам құқығына қатысты. Сондықтан, құрметті қазақстандықтар, саяси тұтқындарды, Марат Жыланбаевты ұмытпай, ол кісіні қолдау, Марат Жыланбаевтың жағдайын біліп отыру, түрме қабырғасына бару, оппозициялық Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру жұмыстарына қаржылай қолдау көрсету, ол өзгеріс үшін жасап жатқан бір үлесіңіз.